Саламатсыздар ма балалар? Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Ал балалар, бүгін бізде қандай сабақ? Қандай сабақ? Математика сабағы, иә? Математика сабағы. Бүгін түгеліміз, иә балалар, иә? Ендеше бастайық. Жағымды психологиялық ахуал орнатып алайық, иә? Ол үшін орнымыздан тұрайық, кәдімгі балалар. Сыныбымыз тап-таза. Сыныбымыз тап-таза. Борда дайын тақтада. Борда дайын тақтада. Ойымызды жинақтап. Ойымызды жинақтап. Отырайық партада. Отырайық партада. Жарайсыңдар, керемет отыра қойыңдар балалар. Ал енді балалар, біз өткен сабақты пысықтау мақсатында қазір ойын ойнаймыз. Ол қандай ойын деп ойлайсыңдар? Менің алдымда нелер тұр балалар? Балықтар тұр. Балықтар қайда өмір сүреді? Суда. Суда. Ал құрлықта өмір сүре ме балықтар? Жоқ. Балықтарды суға, мына ыдыстарда сулар бар. Осы суларға салу үшін көмектесеміз ба балықтарға? Иә. Ол үшін біз ақындағы тапсырмаларды не істеуіміз керек? Орындауымыз керек. Енді біз өткен сабақта не өттік? Ондықтармен санауды үйрендік, иә? Ендеше келді, кім шығады тақтаға? Ойынның ережесін түсіндірейін балалар. Былай істейсіңдер, кез келген балықты таңдап аламыз. Ол жерде бізде сан берілген. Санға қарамаймыз да, мына жаққа балаларға қаратамыз. Ал сендер қандай сан тұрғанын айтасыңдар. Ал шыққан оқушы не істейді? Сол санның ондығын айтады. Қанша ондық бар екен айтады. Түсінікті ғой, иә? Ал кел, Амина, кел ал. Ал сабаққа белсендірек қатысамыз. Аламын. Өзің қарамайсың, неға қаратамыз? Қанша балалар? 2. Жоқ, қанша? 20. Неше ондық бар 20-да? 2. Жарайсың, керемет. Ала ғой. Керемет. Кім шығады? Амина, аквариумге сал балықты. Шыраға де келе ғой. Шығамыз. Ал кез келген балықты таңдап алып. Балаларға қаратамыз. 80. Айтамыз қайсы? 80. Неше ондық бар? 8. Дұрыс па балалар? Дұрыс, жарайсың. Кәне сала ғой орнына. Керемет, мінекей. Кел, Магомед келе ғой. Кез келген таңда. Ал балаларға қарап. Қанша? 90. Неше ондық бар? 9. Тыныш, Магомед айтады. 9 ондық бар. Жарайсың. Суға сала ғой. Келесі кім? Келе. Шығамыз бәріміз. Тыныш. Магомед аламыз, Магомедді. Ал таңда балығы. Балаларға қаратамыз. 6. Қалбірге айтамыз, қанша ондық бар? 6 ондық, жарайсың. Кел, Раяна, кел ал. Таңда. Несібені алғынла. Керемет. Әдемісі ма? Айтамыз. 40. Неше ондық бар? 4. Жарайсың, Раяна. Сала ғой ондық. Кел, шамай, кел ал. Шам. Қандай бұл? Ала бер. Қаратамыз. 20. Дұрыс бар ма? Жоқ. 20. Қанша? 20. Неше ондық бар? 2. Жарайсың, шамай. Сал, мыняққа, суға сал. Мыняққа саламыз. Кел, қыз бала. Жарайсыңдар, керемет, тамаша. Ондықтарды біледі екенбіз, иә? Қанша? 10. Айтамыз. Неше ондық бар? 1. Дұрыс па балалар? Дұрыс, саламыз. Тыныш шуламаймыз, кән? Малика келе ғой, қан шуламай отырған оқушыдан сұраймыз, айқайламай, тәртіпті сақтаймыз. 7. Өте дұрыс, жарайсың, керемет, тамаша. Келесі. Кім шығады? Асия, кел ал. Болды, қайдан өтіш. Қандай ой балықтар? 7. Қанша ондық бар? 5 ондық. Толғай
айтамыз. 5 ондық. Кәні суға саламыз балықты. Керемет. Кел, Арислан. Жарайсың. Алды. Ал қандай ғой. Қаратамыз. Бәріміз айтамыз қанша? Неше ондық бар? 5 ондық бар. Жарайсың, Арислан. Мінекей Смайлен. Бегайын келе ғой. Жылдан келеміз. Кәне балықты қандай ғой өзіне ұнаған. Қанша? 30. Неше ондық бар? 3 ондық бар. Керемет. Келе ғой, Даниярбек, келеміз. Керемет. Қандай ғой? 8. Толық айтамыз. 8. Не бар? Ондық бар. Жарайсың. Сала ғой. Керемет. Енді бізде 2 балық қалды. Кім келеді? Арзу келе ғой. Жылдан келе ғой. Қаратамыз балаларға. Қанша? Неше ондық бар? Жоқ, неше ондық бар 40-та? Жоқ, көмектесеміз. 4 ондық бар. Есіңе сақта, жарай ма? Неге жақсы. Келесің, кім шығар? Емел келе ғой, соңғы балық қалды. Тыныш. Қанша? 7. Неше ондық бар Емел? 7. 7 ондық бар. Тыныш отырамыз. Бала өзі айтады. Кәне тақтан шыққан оқушы өзі айтады, я? Тыныштықты сақтаймыз. Жарайсың, керемет. Кәне барлығымыз балықты өзінің суына салып ба? Бар үйде? Көмектесіп ба? Кәне бір шапалау ұрамыз. Керемет ойнадық. Ұнады ма балалар? Ондықтармен не істедік біз? Ойнадық, я? Енді балалар, тағы да ойын ойнағымыз келеді ма? Келеді, я? Қазір доппен ойнаймыз. Доппен былай ойнаймыз балалар. Қараңдар. Мен Арисламға допты лақтырам, сендер ондықпен тура және кері санап шығасыңдар. Жарай ма? Кәне бәріміз орнымыздан тұрамыз. Тура сол орындарды тұра беріңіз. Тура Арислам. 10. Ары қарай лақтыр. Қанша? Ондан кейін қанша? Арислам. 20. Ары қарай. Қанша? Бегайым айтсай. Қанша? 40. Міне ақа не іспелігі бер? Қанша қыз бала? 50. Ары қарай. Қанша болады? Не іспелі? 50-ден кейін? 60. Не қалақты? Қанша? 7. Айтамыз ғой. Раяна, айтшы. Айтып лақтыршы. Білесіңдер ғой? Не болып қалдыңдар? 7. Ары қарай. Даниярбек. Қанша? 80. 90. Керемет, Даниярбек. Арзу қанша? 100. Айтамыз. Мына жаққа енді кері санаймыз. Қанша болады? Жоқ, кері. 90. Дұрыс. 90-дан кейін? Жоқ. Былай қарай. Қанша? 80. 80. Одан кейін Емел не қабер? 70. Ары қарай маған бер. Маған. Қанша? 60. Ары қарай былай кетеміз. 60-тан кейін қанша? 50. Қанша? 50. Кер санамадық қой, 50. Одан кейін? 40. 30. Қанша қыз бала? 20. 20-дан кейін? 60. Қанша? 10. Алам, айтып. Жарайсыңдар, отыра қойдыңдар. Балалар, біз доппен не істедік? Ондықтарды тура және кері санадық. Кішкене шатасып ба? Шатасып қалдық, я? Кәне соны ауызша санап өтейікші, кәне. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Кері санаймыз. 100, 90, 80, 70, 60,
болды. Өткен сабақта біз қазір не істедік? Пысықтап алдық, Ал енді әкел аламын. Балалар, 10 мен 20-ның қосындысы неше? Қол көтереміз, кәй? Ал айтамыз. 30. 20 мен 10-ның айырмасы неше? 30. Жоқ, 20 мен 10-ның айырмасы неше? 10-ға тең. Ал мен қазір не айттым сендерге, балалар? Қандай? Қандай есептеді? Дұрыс. Райана қандай есеп айттым? Қандай? Ондықтарды қосу мен азайтуды естедім. Айттым, ендеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Ондықтарды қосу және азайту. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, балалар, ондықтарды қосып және азайтып үйренетін боламыз. Кәне, сол мақсатқа жету үшін біз түрлі тапсырмалар орындаймыз, Кәнеки, қазірдан ноутбукқа назар аударыңдар. Барлығын. Кітапты ашып отырмыз ғой, 99-ші бетте. Бірінші суретке қараңдар, балалар. Бірінші суретке назар аударайық, мінеки. Міне. Біз суретте не көріп отырмыз? Қызбен бала. Кәне, қол көтеріп айтамыз. Қатыпсыз болмаймыз, Ал, Раян айтамыз. Қызбен баланы көріп отырмыз, Кәне, отыра ғой. Енді бұлай істейікші, балалар. Біздің бүгінгі математика сабағымыздың бөлімі мен анама көмектесемін, яғни біз бәріміз үйде аналарымызға көмектесеміз ба? Көмектесеміз, Қандай көмек ұсынамыз? Кім айтып береді? Ал айтамыз. Мен анама үй жинауға көмектесемін. Үй жинауға көмектеседі, жарайсың. Тағы кім қалай? Амина? Сыбыруға көмектесемін. Өте дұрыс. Төреғали. Мамам қазақ сіңіргенде ағашқа келгенде келеді. Өте дұрыс. Отын жағып береді екен, жарайсың. Бекайым, сен қалай көмектесесің? Мен анамға болды сөздік. Өте дұрыс, жарайсыңдар. Барлығы аналарына керемет көмектеседі екенсіңдер, Ал енді суретке назар аударайық, балалар. Бұл балаларда аналарына көмектесіп жатыр, Қай жерде? Аналарда көмектесіп жатыр. Ал енді алдымен қыз бен балаға ат қойып алайықшы, есім берейікші. Айша мен Бекзат. Басқа балалар айтпай ма? Айша мен жарайды. Қыздың аты Айша деп алайық. Балаға Дидар деп алайық. Жарайсыздар, отыра қойыңдар. Дидар мен Айша бізде асханада анасына көмектесіп не пісіріп жатыр? Тұшпара пісіріп жатыр екеуі. Қараңдаршы суретке. Тұшпара пісіріп жатыр. Енді біз Дидардың тұшпарасын санап көрейік. Кәне, бәрін қараңдар. Дидардікі. Санаймыз, кәне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бір тақтайшада неше тұшпара тұр екен? 10. Сонда 10-да неше ондық бар? Бір ондық бар, Ал енді қараңдар. Дидарда неше ондық бар? Неше ондық бар? Жоқ, 3. Асия, жарайсың. Шуламады. Асия неше? 3 ондық бар. Өйткені 3 тақтайшада тұшпаралары бар, 3 ондықтан құралған тұшпара жасап қойыпты. Ал Айшада неше ондық бар? 2 ондық бар екен, Өйткені ол 2 тақтайшаға жасапты. 2 ондықта қандай сан шығады? 20. Жарайсыңдар, 20 шығады. 2 ондықта қанша шығады? 2. Қанша? Жоқ. 20. Қайда шуламаймыз, тұңғыш отырамыз. Ал енді біз Дидар мен Айшаға көмектесеміз ба? Қалай көмектесеміз? Топпен жұмыс істеп. Жоқ. Дидар мен кітапқа назар аударсаңдар, Дидар мен Айшаның суретінің төменгі жағында бізде ондықтар мен нелер берілген?
Есептер берген, я? Есептерді біз не істейміз қазір? Есептеп, мәнін табуымыз керек. Ендеше маған қараңдар, бәрін бірге. Мына өндекті оқимыз. 35, 50-дің қосындысы. Нешеге тең? 50. Жоқ, 35, 20-ның қосындысы. Нешеге тең? 50-ге тең екен, я? Енді қосылғыштарын орнын ауыстырып көрейікші. 20 мен 30-дің қосындысы 50-ге тең екен. Жарайсыздар. Апай, оның сандары ауысқанымен мәні ауыспайды. Қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. Жарайсың, Раяна. Ал енді бізде астындағы өрнектерді шығару керек. Кім шығар тақтаға? Шығарып, бұл тапсырманың дескрипторы мынадай балалар. Өрнектің мәнін табасыңдар және түсіндіре отырып оқып бересіңдер өрнектерді. Жарай ма? Кім шығады? Мен. Болды ма? Раяна, отыр. Кел, Амина, кел ауыр. Бәрін шығамыз. Тыныш отыр, тыныш. Жазамыз. Қазір Амина жазып болсын, сосын түсіндіреді, я? Оқып береді. Апай, бұны не істейді? Тыныш тыңдаймыз. Ал енді Амина оқы. 50 азайту. Жоқ, солай оқимыз ба? 50 мен 20-ның айырмасы 30-ға тең. Жарайсың, дұрыс па балалар? Иә. Кәне, Амина бағалашы бас бармақпен. Керемет, Раяна не үшін керемет? Өйткені ол қатесіз орындады. Және не істеді? Өрнекті оқып берді. Керемет, жарайсың оқып. Ал Раяна, кел ауыр. Раянаны қарап бақылап отырыңдар, қазір кері байланыс бересіңдер. Жылдам. Қазір түсіндіресің, жазып ал. Ал оқи қойын. 50 мен 30-дің айырмасы 20-ға тең. Жарайсың, керемет. Қане бағалаймыз Раянаны. Қыз баланы неліктен керемет қойдың? Орнына көп жазды. Өйткені қатесі жоқ. Қатесі жоқ, я? Қара, өрнектің мәнін орындады, дұрыс тапты. Және не істеді? Өрнекті оқып берді, дұрыс оқып берді. Жарайсың, керемет Раяна. Тамаша, отырамын. Ал келесі балалар. Мен түсіндіріп өтейін, тұрағаны тыныш. Қараңдар балалар, енді бізде жазылуы берген. 3 ондық пен 2 ондықтың қосындысы 5 ондыққа тең. Түсіндіңдер ма? Ал енді астындағы азайту амалдарын орындау керек. Кім шығар? Мен. Бегайын кел. Бұл Раяна тыныш отыр. Кәне кім тәртіпті болып отырса, сол баланы шығарады. Тақтаға. Бірінші жазып ал, одан кейін оқимыз. Кәне түп-түзу тәртіпті болып отырайық. Оқи ғой енді. 5 ондық пен 2 ондықтың айырмасы 3 ондыққа тең. 3 ондық дегеніміз қандай сан? Тыныш. Мен Бегайынды сұрағатым. 30, жарайсың. Бағалайықшы Бегайынды. Керемет, тоқта Бегайын. Кері байланыстыңдар еді. Магомед, неліктен керемет қойдың? Тұра ғой. Жылдам. Неліктен керемет деп қойдың? Қатесіз орындады. Және не істеді? Кәне бәрін бағаландыршы, дұрыс бағаладыңдар ма Бегайынды? Бегайын өрнекті өзі оқыды ма балалар? Өзі оқыды ма? Менің көмегіммен оқыды, я кішкене көмектестім, одан кейін оқыды. Жарайсың, отырамын Бегайын. Кері байланысы да дұрыс қойдым. Отырамын, тыныш. Кел ауыр, тұрағаны.
Ал оқи ғой. Тоқта, бірақ достарым. 5 ондықпен. 5 ондықпен. 3 ондықтың айырмасы 2-ге тең. 2 ондық. Ондықты қалдырмаймыз бала. 2 ондық қанша? 2 ондығымыз қанша Төреғали? 20, дұрыс па? Ал Төреғалиді бағалайықшы. Асия неліктен ола қойдың? Асияны тыңдап алайық, одан кейін Раян Асияны. Неліктен? Отыра қой. Жақсы шығарды. Жарайды, отыр. Ал неліктен сен орташа қойдың? Бұл ондықты қалып кетті. Ондықты айтуды ұмытып кетті. Сондықтан балалар қараңдар, мұқият болыңдар. Біз ондықты қосып оқимыз. 5 ондық пен 3 ондықтың айырмасы 2 ондыққа тең. Бұл жерде 5 ондық дегеніміз қандай сан? 50. 3 ондық дегеніміз? 30. 2 ондық дегеніміз? 20. Енді осыған кері амал қосып көрші, Төреғали. Азайтуға кері амал қандай еді? Қосу еді, иә? Енді қосып көрші. 20 мен 30-дан қосылысы нешеге тең болады? 20-ға. Жоқ. 20 мен 30-ның қосылысы? 80. Жоқ. 50. тең. Төреғали кішкене шалқасып қалды ғой? Жарайсың, отыра ғой. 20 мен 30-ның қосылысы қаншаға тең? 50-ге тең. Жарайсыңдар, бұл тапсырманы орындап бітті. Кәне, бір шапалақ. Керемет. Ал енді әрмен қарай. Біз жұптық жұмыс жасаймыз. Ол үшін бізде мына жерде жоқ. Бізде сәбіз, алмаларда нелер бар балалар? Бізге денсаулыққа пайдалы. Дәрумендер бар, иә? Жарайсың, отыра ғой. Біз осы сәбіздерді, көкөністерді, жемістерді көп жеуіміз керек. Сонда біздің денсаулығымыз мықты болады екен, иә? Енді тапсырмаға көшейік балалар. Бұл жұптық жұмыс балалар. Жұптарыңды білесіңдер ғой, иә? Жұп дегеніміз қандай? Мысалы, иә, қыз бала Асияның жұбы, Малика Эмильдің жұбы, Төреғали Шарманың жұбы. Жұппен бірге қазір жұмыс жасайсыңдар. Өте дұрыс, иә. Ал ендеше, бұл тапсырманың дискрипторы балалар. Өрнектің мәнін дұрыс табасыңдар, қосу мен азайтуда. Және түсіндіріп бересіңдер. Түсіндіңдер ғой, қандай айырмашылық бар, соны түсіндіріп бересіңдер. Түсінікті ма? Одан кейін жұптар бір-бірін бағалайсыңдар. Кәне орындаймыз. Иә. Айғайламаймыз. Ал жүппен орындаймыз, бірге орындаймыз. Қаламсаппен орындаймыз. Болғандар үйшік жасаймыз. Бұлай үйшік жасап отырамыз болғандар. Бұлай. Түсініңдер ма? Міне. Үйшік жасап отырамыз. Мінеке, бұлай. Жұптармен үйшік жасаңдар. Сендер болған жоқсыңдар ма? Бірінші топ жарайсыңдар. Үшеуіне болып қойыпта, кәне түсіреміз, көрдім. Болып қоя? Ал тыңдаймыз енді, бәрі болсын бала. Басқа достарымызды күтеміз. Түсіндіруге дайынбыз қоя? Ал Раяна мен Алисламның жұбы. Тыныш. Ал тұра ғой. Ал тыңдаймыз Раяна мен Алисламды. Қазір бағалайсыңдар балалар. 5 пен 2-ның
жетем. Дұрыс. Дұрыс па балалар? Иә. Жоқ, ондық демейсің. 50 мен 30-ға тең. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Ал енді түсіндіріп берші. Қандай айырмашылығы бар? Өйткені қандай сан бұл? Бұл 5 саны. Сол қандай сан? Бір таңбалы ма, екі таңбалы ма? Бір таңбалы сан. Ал 50 мен 20 ол қандай сандар? Екі таңбалы сандар. Ондықтар, иә? Осындай екен айырмашылығы. Кәне тәртіпті түзейікші балалар. Әдемі болып отырайықшы. Жарайсыңдар. Ал енді Бегайынның жұбы түсіндіреді. Кәне Бегайын тұра ғой. Оқимыз көмекті. 3 пен 2-ның айырмасы. Жоқ, айырмасы емес қой сендерде. Қосындысы. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Жоқ. 30 пен 20-ның қосындысы. Жарайсың. Дұрыс па балалар? Әңгімені доғарайық кішкене. Тәртіп сақтайық. Енді сендер Раяна мен Арисланның жұбын тексеріңдер. Баға қойыңдар сөйтіп сендер Бегайы мен Несібелінің жұбын тапсырмасын тексеріңдер. Ал енді мына жақта Аминаның жұбы. Айта ғой. Айырмасы 3-ке тең. 20-ның айырмасы 30-ға тең. 30-ға тең. Ал түсіндіріп берші, қандай айырмашылығы бар? Бізде ондық жоқ. 5 қандай сан, 2 қандай сан? 1 таңбалы сандар, иә? Ал 50 мен 20 ондықтар екен. Жарайсыңдар, отыра ғой. Ал Тәлербек, сен оқи ғой. Балалар әдемі болып отырайықтар, Тәлербекті тыңдайық. 6 мен 4-ның айырмасы 2-ге тең. Ал 6 пен 4-ның айырмасы 20-ға тең. Жарайсың, керемет. Ал айырмашылық қандай? Түсіндіріп берші. 6 бір таңбалы сан өте дұрыс. Жарайсыңдар. Енді сендер Амина мен Магомедовтың тексеріңдер, сендер Даниярбектердің тексеріңдер. Ал 3-ші топ дайын ба? Ал Малика тұрауын тексеріп баға қоямыз. Ағарай. Магомед. 30 пен? Жарайсың, керемет отырамын. Төрағалидің тобы? Жоқ, қалай оқимыз? Тұра ғой. 7 мен? Қосындысы? 20 мен? 70 мен? Жарайсың, керемет. Кәне, жүктарыңды тексеріп бағалайсыңдар. Қазір кері байланыс бересіңдер, балалар. Кәне, әдемі болып отырайықшы. Әдемі. Бір-бірімізді тыңдаймыз, балалар. Енді кері байланыс береміз. Бегайым, Раянаның тобын бағаладыңда қандай кері байланыс бересің? Тұра ғой. Неліктен олай қойдың? Ол өткеннің Қатесі орнада. Жарайсың, Раяна. Бегайымның тобы да. Керемет. Не үшін? Өйткені олар мәнін дұрыс тапқан. Мәнін дұрыс тапқан. Жарайсың, керемет. Ал Амина? Даниярбектің тобына? Даниярбектің тобы Жұбы? дұрыс орындаған. Әдемі. Қандай сұлумыз? Бегайым? Абай. Олар қатесіз орындады. Сондықтан керемет деген баға қойды ма? Жарайсың, керемет. Ал Даниярбек, сендер Аминаның жұбын бағаландар. Амина бұл орындады. Магомед екеуі орындады, иә? Жұптар.
сұрағанда не айтасың? Не істеді тағы? Қатесі жоқ. Қатесі жоқ. Жарайсың, отырамын. Керемет. Малика Төреғалидің тобы бағалам. Шарман мен Төреғали есептердің бәрін дұрыс тапқан. Дұрыс тапқан. Керемет. Төреғали. Ал Малика. Онда тұрамыз. Маликаның тобы да дұрыс тапқан. Мысалы 3-ке 2-ның айырмасы 5-ке тең. Ал 30-ға 20-ның айырмасы 2-ге тең. Қосындысы 50-ге тең. Жарайсыңдар. Керемет. Мінекей. Кері байланысты да беріп алдық, иә? Жүптік жұмысты орындап бітті. Кәне бір шапалақ. Енді жүптік жұмыстарды партаның бұрышына қоя салыңдар. Келесі тапсырма өтеріңіз. Партаның бұрышына жинақтап, кәне қолды қойып отырайықшы. Раяна, қолды қойып отырамыз. Келесі тапсырмамыз балар. Топтық жұмыс жасаймыз. Кәне, топтық жұмыста біз үш топқа да 3 түрлі тапсырма берем. Мұқият тыңдаңдар. Бірінші топтың тапсырмасы олар мысалдардың мәнін есептеп, қосу мен азайтуды түсіндіріп бересіңдер. Бірінші топ. Түсіндіңдер ма? Ал екінші топ бос орындарға мына жердегі сандардың құрамын тауып, білесіңдер ғой, 11 тоғыз сандардың құрамын тауып, қосуға 2, мысал азайтуға 2 мысал құрастырасыңдар. Кәне топқа жиналамыз. Топпен орындаймыз. Ал бірінші топтың тапсырмасы мына жерде белгісіз сандарды табасыздар. Ал үшінші топтың тапсырмасы мына жерде геометриялық фигуралар берілген балалар. Мына жерде сұрау белгісі тұр, иә? Осы жерде қалып қойған фигураны тауып, сызып көрсетесіңдер. Түсіндіңдер ме? Мұқият қарап. Жоқ, домалақ тұр ғой, домалақ 3 бұрыш. Не жоқ? Домалақ 3 бұрыш. Иә, дұрыс. Топтың ережесін сақтаймыз, иә? Апай, атымызды жоқ. Дайын отырған топ, тыныш отырамыз кәне. Басқа топты күтеміз. Апай, сен әкеліп бояды. 2 мысал құрастырылар, қосуға және азайтуға. Al üçüncü top önünde. Қорғайтын балалар шығыңдар тақтаға. Емел отыра ғой. Бірінші топ қолықпа, ал шығып қойды. Тақтаға. Ал енді жұмыстарды қазір не істейсіңдер? Қорғайсыңдар, иә? Отырған балалар қазір кері байланыс бересіңдер. Әр топқа мұқият тыңдап отырыңдар. Магомед, алдыңа қара. Кәне тыныш отырайық. Бірінші топтың тапсырмасы балалар, мына жердегі белгісіз сандарды табу керек еді. Енді Раянаның тобы дұрыс тапты ма? Тексерейік. Оқи ғой. Жоқ, басынан оқысаң. 75 20-ның айырмасы 50-ге тең. Бұл жердегі белгісіз санды қалай таптыңдар, Раяна? 70-тен қандай сан? 50-ді не істейміз? 50-ді алу керек. Я, сонда бізде қандай сан шықты? 20 сан шықты. Өте дұрыс. Ары қарай. 10-нен 40-тың айырмасы 50-ге тең.
ана жердегі қатемізді не істейміз? Түзе. Өзің түзе. Түзе ғой. Қандай сан жазамыз? Ал енді өзің оқы. 90 мен 40-тың айырмасы 50-ге тең. 50-ге тең. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Ары қарай оқи ғой. 10 мен 80-нің қосындысы 90-ға тең. Жарайсың. Ары қарай дұрыс па балалар? 41-30-ның қосындысы 70-ге тең. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Жарайсың, керемет. Отыра ғой, Раяна. Қане, бірінші топқа бір шапалақ ұрайықшы. Отыра ғой. Ал енді екінші топтың тапсырмасын тыңдаймыз. Былай достарға қарап айтамын. Екінші топтың тапсырмасы балалар, 10 және 9 сандардың құрамын табу керек және 4 мысал құрастыру керек еді. Ал 8 бен 2-ның 8 бен 2-ның қосындысы 10-ға тең. 5 бен 5-дің қосындысы 10-ға тең. 7 мен 3-дің қосындысы 10-ға тең. дұрыс па балалар? Дұрыс. 5 бен 4-дің қаншаға тең? 9-ға тең. 6 мен 3-дің қосындысы нешеге тең? 9-ға тең. 9-ға тең. 8 бен 1-дің қосындысы 9-ға тең. Жарайсың, керемет. Дұрыс па балалар? Сандардың құрамын дұрыс тауыпты, иә? Ары қарай. 5 бен 5-дің қосындысы 10-ға тең. 9 бен 4-дің айырмасы 5-ге тең. 5-ге тең. Бізде енді Аминаның тобы қосуға бір амал, азайтуға бір амал құрастырды, бір мысал құрастырды. Ал біздің тапсырмада қандай еді? Қанша мысал құрастыру керек еді? 4 мысал құрастыру керек еді. Екеуі қалып қойыпты. Жақсы, отыра ғой. Бір шапалақ екінші топқа, кәне? Бір шапалақ. Енді үшінші топтың тапсырмасына мына жердегі жоқ геометриялық фигураны табу керек, түсіп қалған фигураны. Ал таба ғой. Қандай фигура шықты? 4 бұрыш. 4 бұрыш дейміз бе? Не дейміз бұның? 4 қабырғасы бір дейді. Не дейміз? Жоқ, 4 қабырғасы бірдей фигура не дейміз? Шаршы фигурасы шықты, иә? Енді қалай? Неліктен шаршы шықты? Қалай таптыңдар? Я, тігінен қарағанда дөңгелек 3 бұрыш, ал көлденеңнен де дөңгелек 3 бұрыш. Сонда бізде қандай фигура түсіп қалыпты? Шаршы фигурасы түсіп қалыпты. Жарайсың, керемет, отыра ғой. Үшінші топқа бір шапалақ, кәне, бір шапалақ, керемет. Енді кері байланыс орнатамыз, кәне. Тоқта. Бірінші топтың тапсырмасына кері байланыс. 2 топ береміз. Кәне, бас бармақпен көрсетіңдерші. Бас бармақпен. Ал Шарман бірінші топқа кері байланыс берші, тұра ғой. Неліктен? Керемет қойдың. Дұрыс орындады дейді. Шарман дұрыс айтып тұр ма? Ал Амина бағалаш. Неліктен орташа? Өйткені олардың бір қатесі бар. Өте дұрыс. Өйткені олар мына жердегі азайту амалынан бір қате жіберді, иә? Белгісіз саны дұрыс таба алмады. Ал екінші топты, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ кері байланыс берді. Кім береді? Бірінші топтан. Кәне, бәріміз бағалаймыз. Арислам сөйлесінші, кәне, Арислам. Беріп. Неліктен керемет? Дұрыс қойдыңыз ба? Керемет қоямыз ба? Екінші топқа? Шаршыны дұрыс тапты. Жоқ, екінші топ. Аминаның тобы. Сандарын шығарып табу. Неліктен олай орташа отыра? Екеуін жасамaz. Екі мысал не істемеді? Екісін құрастырған істеу керек еді. Соны айтсаңдаршы енді.
Ал үшінші топқа кері байланыс береміз. Бағалайықшы. Керемет. Бәріміз бірге. Ал Магомед неліктен керемет? Кері байланыс. Неліктен керемет деп қойдым? Егер бала қатесіз деді. Қатесіз жоқ. қапты, я фигураны, я? Шаршы фигура жоқ екен. Я шаршы фигурасы жоқ екен. Отыра қойды. Кәне, топтың жұмысымызды керемет орындардық. Сондықтан сендерге қазір мынадай күліп тұрған бір смайлик берейін. Кәне керемет топтың жұмыстары үшін жарайсыңдар. Кәне сөз. Ал болды балалар, енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Кәне, дәптерлеріңді ашыңдар. Дәптерлеріңді жылдам. Апай, қайында дәптерім? Дәптерді ашамыз. Тез, дәптерді ашамыз. Жұмысы бар? Жоқ, кәдімгі сынып жұмысы дәптерді ашамыз. Жұмысы жоқ қой. Берілген ондықтар мен берілген есептерді шығарамыз. Жылдамдатамыз. Кәне. Апай, қай ондықтарды? Міне, жаңа жазған ондықтарымызды шығарамыз. Мынаны шығарамыз. Үшке? Мәні жазасын отырам. Болды, біткендер былай отырамыз. Болды, жылдамдатқыша. Ал шаршадық па, есеп шығардық балалар? Шаршадық па? Шаршамадық па? Сүйіктізатын жасамаймыз ба? Жасайды, кәне, бәрі орындарынан тұрыңдар, дәптерлеріңді қоя салыңдар. Оны да жасаймыз, кәне. Билейміз. Магомед, тұра қой. Сосын істейсің дәптер. Тұра қой. Шамдан. Болды балалар. Демалып па? Енді балалар, біз шаршағанда миымыз демалу үшін миымызға жаттығу жасаймыз. Ол қандай? Нейро жаттығулар, Кәне бәріміз оң қолымызды бас бармағымызды аламыз. Бас бармағымызды аламыз. Қоя тұр, болды. Бас бармақ қоян жасаймыз. Бас бармақ қоян. Мен 3 дегенде бастаймыз. 1, 2, 3. 1, орын ауыстырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Отыр. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді жылдамдатамыз, кәне. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2